Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді араб халқының маклюбе тамағын пісіріп көрсетпекшімін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біздерге осындай көкөністер керек болады және де ет керек болады. Етімізді турамас бұрын біздер ең бірінші сәбізімізді осындай дөңгелек етіп турап аламыз. Енді картопымызды да осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Енді болгарский перецімізді осындай кубиктап етіп тураймыз. Негізінде үлкендеу етіп турасаңыздар да болады. Енді етімізді турап бастаймыз. Етімізді біздер осындай үлкен етіп кусоктап тураймыз. Етімізді турап алдық. Енді қызып тұрған майымызды сәбізімізден бастап осылай біртіндеп қуырып ала береміз. Сәбізімізді қызартып қуырып аламыз. Достар, менің каналыма лайк, комментарий қалдырып, менің каналымды қолдап жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз, лайк, комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырсаңыздар. Сәбіздеріміз дайын, қызарып қуырылды. Енді біртіндеп алып бастаймыз.
Енді осы майымызға картоптарымызды да осылай сәбіз қуырғандай етіп қуырамыз қызартып. Картоптарымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай қызарды, енді біртіндеп аламыз. Енді болгар бұрыштарын да осылай қызартып қуырамыз. Енді жаңағы майымыздың жартысын алып тастадым. Енді осы ет қуырылатындай етіп, майымызды құйып, етімізді қызарғанша қуырамыз. Үстіне аздап тұз, бұрышымызды да саламыз. Етіміз дайын, міне әдем болып қуырылды. Енді етімізді аламыз. Енді қазанымыздың ішін бір жуып жіберіп, ішіне аз мөлшерде май құйып, оған тазартылған күрішімізді салып қуырамыз. Үстіне аздап тұз саламыз, және де осындай куркума саламыз. Болса, ұнатқандарыңыз негізі әркім қалауынша салса да, немесе салмаса да болады. Мен аз мөлшерде салдым. Күрішіміз де дайын, өте әдемі етіп қуырып алдық. Енді астын сөндіреміз. Енді пиязымызды да осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Енді қазанымызға аз мөлшерде сұйық май құйдым. Енді көріп тұрғандарыңыздай осылай жасайсыздар видеода да. Енді біртіндеп қуырылған сәбіздерімізді саламыз. Ал сіздер маклюбені қалай жасайсыздар? Маклюбе жасап көрдіңіздер ме? Жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осымен 3-ші рет жасап отырмын. Өте қатты ұнады, керемет тамақ екен.
Картоп сәбіздерімізді жайғастырып алдық. Енді етімізді салып бастаймыз. Етімізді салдық, енді күрішімізді салып бастаймыз. Күрішімізді де осылай салып, үстін тегістеп шығамыз. Енді күрішіміздің үстіне аздап тұз салып, үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Суымызды көп емес, күрішіміз бататындай етіп құйсаңыздар жеткілікті. Астын қатты отта пісіреміз, күрішінің суы тартылғанша, сонан соң барып астындағы отын төмендетеміз. Тамағымыз пісем дегенше біздер салатын дайындап аламыз. Ол үшін қиярмен бізге қызанақ қана қажет. Енді осылай көбіктеп тура боламыз. Тамағымыз дайын, 15 минут ішінде пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай суы да тартылды. Енді табағымызға сала берсек болады. Міне қыздар, тамағымыз дайын, салып алдық. Енді жамбасына осындай помидорларымызды, жаңа салаттарымызды, сосын қалауыңызша айран құйып жесеңіздер болады. Өте керемет тамақ. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.